Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгүл. Бүгін үй жағдайында жасалатын чим-чим немесе сәбіз салатының рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, тәбетіңізді ашатын дәруменге бай салатты бірге жасайық. Ендеше бізге керекті заттар: 50 грамм өсімдік майы, 3 түс сарымсақ, қызанақ, қияр, сәбіз және чим-чим приправасы қажет. Кең ыдысымызды алып, сәбізімізді осы чим-чим салатына арналған үккіштен өткіземіз. Мінекей тура осы видеодағы көрсетілгендей үккіш болу қажет. Одан кейін 3 түс сарымсағымызды пресстен өткіземіз. 50 грамм майымызды қыздырып отта, оны осы салаттың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Қиярымызды ортасынан бөліп, бірнеше бөліктерге бөліп, осындай ірі көлемде турап аламыз. Тура видеода көрсетілгендей. Одан кейін қызанағымызды да ірі көлемде турап аламыз. Сәбіздің үстіне осы туралған қиярымыз бен қызанағымызды салып, және чим-чим приправасын салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгүліктің асханасы.